Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Шық. Здравия желаю. Онда кел. Жүр. Құрметті сот, процеске қатысушылар. Бүгін біз көпшіліктің назарын аударған қылмыстық іс бойынша шешім шығару алдында тұрмыз. 2022 жылы қаңтарда болған оқиғалардың нәтижесінде бүкіл Қазақстан халқының өмірі дейін және кейін болып екіге бөлінді. Айыпталушы Жакупов Амир Сегізбайұлы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 272 бабының 2 бөлігінде көзделген қылмыстар жасады деп айыпталады. Айыпталушының кінәсі жиналған дәлелдемелер жиынтығымен, атап айтқанда сараптамалардың қорытындылары және куәгерлердің айғақтарымен, сондай-ақ қылмыстық іс материалдарында бар куәгерлердің бейне жазбаларымен дәлелденді. Сейчас, минуточку. Короче, жігіттер, бүгінше от души демалайықшы. Как бывает нигде до конца. Дамы и господа, за вас! Брат, вот брат. Брат, алшы брат. Брат, жұмыс. брат. Анна. Ильяс, водочка 500 сделай. Ты чего этих за свой стол посадил? Бронь уже не было, пусть посидят. С таких одни проблемы. Да расслабься ты. Вот и бронь приехала. Давай, не падай. Че стоишь, иди, разбирайся. Тоже сидят! Да пофиг, сейчас уберут. Че там, где официант? Где официант? Здравствуй, Роман. Здрасте. Почему на столе не убрано? Сейчас сделаю. Амир. Давайте быстрее решайте проблему. Сейчас решаем, Арман. Сделай. Там он не бронировал столик. Все пары сидели здесь. Что там, куда идти? Брат, сендер шатасып кеттіңдер ғой деймін, бұл жерде біз отырмыз. Братишка, успокойся. Сейчас вас быстренько пересадят. Пересадят же? Только смотри. Смотри. Вон туда у входа, понял? Понял? Ребят, успокоились. Бля, как же уже все вот тут вот стоят. Брат, чей диаменсируп? Бог, что ты сказал? Диаменсируп, что? Меня в жизни, что ли? Я? Успокойся. Жарайды аға, иә. Түсіндім. Рахмет. Қос. Все, рахмет аға. Что с ними? Шамшаның алды. Сонда не, бізді алып кетіп, балаларда кетпейсіздер ма? Жігіттер, кішкене недоразумение болды. Аналар өздері улап-фулап кепке шығарған. Ренжімеш, брат. Олар нормально отырды, ана ғой бәрін бастан. Тұра тұршы, брат, мойындаймын, қателік бізден. Протокол толтырмай қойшы, мынау саған, от души. Ей, бұл не? Брат, сенікі. Ренжімешші, жарайын? Жарайды. Сен білесің мына пацанның батясы кім екенін, а?
Білесің ба деймін, ертең бізді жабатын болса, один фиг мен сені любой жерден тауып аламын. Ал қазір заттардың жинағы жоқ болып кетті. В смысле? Без смысла. Сосын ақшаңды запой постыда ұстап қаламын, түсіндің ме? Давай. Здрасте, Сергеич. Что-то не болды анау Бакировкеңіз. Ешкім ештеңе көрген жоқ, ешкім ештеңе білмейді. Нормально там, все сделано. Красавчик. Давай кешке жақын соқып келем. Короче, шеф, вот этот задержанный. Полный признанки. Тексердің бәрі нормально. Да, все там по красоте. Чисто, ғой. Солай это свой болар, ғой. Хорошо, Рахимов, хорошо. Через меня и все будет нормально. Пусть все адам болып кетесің. Да. Ну, посмотрим. Драка. 5 свидетелей. Заява на умышленное причинение вреда здоровью. Покушение. Понятно. Вот ты попал, ты Бауыржан. Ресми как минимум 3 жылдан 5 жылға кетіп отырсың ғой сен. Да. Вообще-то олар ғой бізді бірінші ұрған. Ей. Жап аның аузыңды. Сен біліп еще сөйлейсің ба? Сен сөйлеп атсың ба еще? Сен одан да ойлансайшы, не істеуге болады деп. Ойлан, бала, ойлан. Жақсылап ойлан. Мен бар ғой, мен таң қалам сендерге. Сендер бір түрлісіңдер бар ғой. Мына бастарың істемейді сендердің. Ішінің бәрі әрең болып кеткен. Өтте бір түрлісіңдер сендер. Короче. Мен осы жерде таңғы сағат 10-ға дейін болдым. Сенің уақытың бар. Ойланып кел. Істеп кел. Бірақ кешіп қояды. Мен күтпеймін. Телефондасам бола ма? Ал. Тоқта. Жер. В смысле жер? Жер дейсің, жерсіз, у меня спецзадание. Ұялмайсың ба? Кет шығар. Может, еще? Давай. Черти конченые. Суки. И менты промурыжили, блин. Давай, Камила, сделай быстрее только без полива, ладно? А чё? Пацаны не поймут. Два, Машка, пахану позвонил за 5 секунд, твой шарагу решит. Ага, херас-два. Он меня с говном схавает, если узнает, что я с академии вылечу. Я еще неси. Че, когда еще потусим? Тебе что, сегодня мало было, что ли, а? Все, ладно. На, пахану дашь? Сюда. Все, скоро увидимся. Давай, солдатик, равнение направо! Сендер бәрің жасы білесіңдер. Егер курсант кешсе, бүкіл дивизион келесі елдемеге шықпайды. Солай ғой. Не слышу. Не слышу.
Господин подполковник, курсант Жусупов с городского увольнения прибыл. Қайда жүрсің? Тағы да қандай причина айтасың маған, а? Я в аварию попал, а за рулем друг был. За рулем, не за рулем, маған ондай әңгімелерің қызық емес. Бұл уже нешінші рет, білесің бе, а? Короче, оқудан шығасың. Я подаю рапорт на твое отчисление. Старший лейтенант, командуй. Есть. Все, түсіндім, брат. Ужас, что происходит? Жаңаөзене митинги идут. Смотри, Жан. Жан. Смотри, сколько людей собралось. Я же сказал тебе не смотреть такое видео. А вдруг у нас начнется? Страшно же. Не начнется. Откуда ты знаешь? А я же это. Все, иди побудь там, хорошо? Братан, братан, таңертең на телефон сенен ағым соны қайтып өткізейін деп тұрмын. Чек есть? Чек, үйде қалып кет. Тогда не брал. Қалай не брал? Братан, танып тұрсың ғой мен? И много у вас таких ходит? Короче, 100 штук могу закинуть и все. В смысле, таңертең 200, қазір 100 болып кете ма сонда? Если прям деньги нужны, могу за часы еще 20-ку закинуть. Братан, түсінші, хотя бы метр косяк атып жүреді, хотя бы 130 қыш. Эй, твою мать. Я тебе варианты сказал, хочешь бери, хочешь нет. И қалай? Жаймен сөйле. Қалай жаймен сөйле? Ебал шығардыңдар, копайте телефон, потом пихаете мне вот здесь. И лоха во мне увидели. Я каждый день такие истории слышу. Что-то не нравится, пошел вон. И ты получаешь деньги. Деньги быстро. И чё встал? Легко и просто. Берешь? Держи, 100 болса, 100 берші. Зарплаты еще далеко. Устал от больших процентов кредитов. Деньги быстро. Мы выдаем деньги без дополнительных справок и с любой кредитной историей. Нужно лишь твое удостоверение. 15 минут, и ты получаешь. И что сказал, Беги! Жан, Легко и просто. он же только утром приходил. Тома. Нужны деньги, до зарплаты еще далеко. Устал от больших процентов. Ты хочешь, чтобы наш малыш всю жизнь на съемной квартире жил? Деньги быстро. Мы выдаем деньги без дополнительных справок. Мажорик на. Что такое? Сен батяң кім екенін маған пофиг. Пока мына жақтан кеткенше жестко попадать ететін боласың, түсіндің бе? Пошло, Где кутың дайрам? Ты духовитым стал, я смотрю, да? Не? Руки убери. Ну хочешь, что ли? Еще, слышь? Тур! Вы что, охренели, что ли, а? Сендер келген жоқ? Че, оқудан тоже шыққыларың келіп жүр ме? Никак нет. Жусупов. Оқудан шықтың болды ма? А? Никак нет. Да. Мына жерден кетпейінші, сен по уставу жүру керексің. Понятно? Так точно. Комиссия барлық тарапты қанағаттандыратын өзара қолайлы шешім қабылдау үшін өзекті мәселелерді жан-жақты Адам атпа. Адам атпа. Ақтауда бейбіт шеру жолға Давай, Нахат. Қалайсың, балам? Кел отыр, тамағыңды іш. Қарным аш емес негізі. Мен Абылайды ойнатып келейін. Өздерің асықпай іше беріңдер. Соған қарамастан тұрғындар мәселенің жуық арада оң шешім табарына сенімді. Қалған ақпарат әріптесім Жасын Біркенов айтып береді. Сен вообще тыныш жүре алмайсың ба? Бұл жол не үшін шыға жіберді? Я бір мажорик қол.
беспредел етіп бастадым. А сен сол баяғы әдетіне бастадың. Мына жер дұрыс емес деді. И чё? Дәлелдедің? Нифига. Bu gerek senin işinde. Короче, Қайрат ағамен сөйлесіп қойдым, сені нормальный бір жұмысқа орналастырамын деді. Давай сарқыттан ал тұр. Сат берші. Мен біреудің қалдығын демеймін. Жүретімен барайын. Сенің өз үйің болады, сол кезде принциптарыңды қоясың. Менде қайта бар принцип. Мен басқалар сияқты ұрлап жүрген жоқ. Сен не сонда, мен ұры деп тұрсың ба не? Сенің Қайрат ағаң сол сияқтылардың барлығы ұра. Халықты тонап бітті әбден. Еще сен соларға көмектесіп жүрсің. Тафика, умный болсаң, өз проблеманы өзің шешпейсің. Қай жаққа пихат етпесең, барлық жерден шығарып жіберіп жатыр. Мүмкін барлық проблема мына өзіңде шығар. Мен саған айттым ғой, маған көмектес деп. Мен өз проблемамды өзім шешемін. Сен уайымдамай бастығыңның көтіне кіріп жүре берші. В смысле көтіне кіріп? А? Мен шыдасам, мамаша переживать етпесін деп жүр. Надо будет мен сен давно қуып шығатынын ұқтың ба? Надоел ты мне, ұғасың ба? Ну-ка, қойыңдар. Естерің дұрыс па? Баланы шошыттыңдар ғой. Мен нормальный өмір сүріп жүрмін. Өмір солай, түсінесің бе? Біреуге бересің, біреуден аласың. Тимур, жай. Короче, Қайрат ағаға барасына жолығасың, ұқтың ба? Тимур. Ұқтың ба деймін саған? Тимур, қой деймін. Иә. Жаги, охрана көріп қойсашы. Қайдағы охрана? Кайф. Жігіттер шаршады мен. Мажортарға тиіспей қойды. Үйде жатады, нет, спокойно, қашпағат еді. Енді сен ұры. Сен қатын сияқты езіліп отқан. Ұрмағаны естің басқа зай. Не бергеш? Абзал мұндайш, не болды? Не болды? Не отыр, ей? Разумның бәріне. Ғашым? Че за газ? Есімен не? Ағын өзінде ғашым митинг по отыр дейді. Реально? Осылар түсінмейші. Ғашым деп шо деді. Ертең ауылға әжеме қайтам. Білесіз ғой енді, за мной не заржавей. Рахмет, закину от души. Аха. Азеке онда жас хабарласам ғой. Мақұл. Аха. Я жіберіңдер. Я мен жай қарап тұрғанмын. Я жіберіңдер. Жіберші. Не болды? Рапорт. Матырмов. Сен мына мүйізіңнен бірді ұзаққа бармайсың, пи***ың болады, соны білесің ба? Внимание, внимание! Тревога! Всему личному составу управления выходим на построение. Подвигаемся в сторону городского акимата. Тоқташы, конечно. Че там, таблилер уже беріп отыр ма? Жоқ. Короче,
Мына рапортты пока копияны тығып қой. Ана жаққа барып келіңіз митинг. Потом посмотрим. Идет! Тревога! Идет! Господа офицеры и курсанты, в городе идут массовые беспорядки. Наша задача – выехать в район площади Республики и взять под охрану здание городского акимата. Оружие не брать. Берем с собой только спецсредства. Аздарханов. Я. Оставьте часть курсантов для охраны академии. Есть. Здесь. Господин подполковник, разрешите? Говори. А мне что делать? Меня вроде как отчислили вообще. Бас қатырбай, казармаға баршы бар, давай. Все, заводим. Батырбеков, я не понял. Где шлем? Золотой колпак, что ли? Надеть быстро. А вы приготовились к выходу? Так, шлем! Все на выход, быстро! Капитан, Алтай ушим пора. Акимат лишний оборону отхутру керек. Жүр, тез! Держать позиции! Давай, туши! Обострение! Быстрее! Так, давай! Слушай, сюда, жартыларын қазір бүкіл кабинеттер тексеріп шығасындар екінші этажда. Так, капитан, бірінші этаждағы баррикадаларды барып нығайтыңдар. Түсінікті ғой, выполняй. Так точно, Батырбек, со мной. Быстро! Аш. Так, Көрдім анам баррикадалар. Өте қоқпау жасалған. Нормально же, самайсыңдар ма істесеңдер? Не дедің? Ұнамай тұрма бірдеңе? Бетіме айтсайшы. Сен қазір үйде Путинді жылы жерде ұстап отыруың керек еді ғой, еліңді қорғамай. Еліңді қорғау? Елді қорғайтын болса, преступниктарды ұстамайсың, бақшыға бола жібере салмай.
Сука, щекол, блін. Сен маған өмір сүруді үйретпеді, түсіндің ба? Кімнен ақша алам, блін? Кімге берем, өзім жүрсің, түсіндің ба? Щекол, блін. Сен сияқты оту ғой. Жіберші. Хотя бы анау погоныңа ұялмайсың ба? Мынан қара. Бүкіл қала шығыпты. Что-то странное творится. Бірдеңе болатын сияқты. Да не твоем наш. Шулай-шулай-то қайтып кетеді бұлар. Сен қайда бара жатсың? Жүріп қайтам. Амерский. Қайда бара жатсың деймін саған? Қазір келем, ойымдама. Ешқайда бармайсың. Қалғы шықта. Мен де шығам. Че, алдындағы история есінен шығып кетті ме не? Мен турадан әрең алып шықтым ғой сені. Араласпашы өтініш, ә? Қалай араласпашы? Мен шығам да келем, ойымдама. Өздері шешеді деймін. Тимон, жіберші мені. Бармайсың деймін. Араласпашы мен саған. Кетші. Мен саған айттым, тықта үйде отыр. Тиіспе! Амир, балам, өтінем сенен. Мен үшін үйден шықпай-ақ қойшы. Амир, пожалуйста, нет. Амир. Мүлдем заңға қайшы келеді. Бұл өрескел қылмыстық әрекет. Билік құламайды. Бірақ бізге өзара сенім және өзара диалог керек. Ал жастарға айтарым. Жарқын болашақтарына балта шаппаңыздар. Жақындарыңыз бен туған туысқандарыңыздың жағдайын ойлаңыздар. Правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. Генпрокуратуре совместно с агентством конкуренции предстоит разобраться в целом. В завершении Касым-Жомарт Тоқаев также дал Ештеңе ұмытпадық ба? Отыр машинаға. Социально-экономической ситуации, в том числе рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней, рассмотреть вопрос аэропортқа кеттік. Населения и создать общественный фонд народу Казахстана для решения проблем детей из сферы здравоохранения. Юсуп, мен сені вообще түсінбедім. Саған не керек өзі, айтшы? Чего ты хочешь? Ага, лейтенант Мырза, я в академии хочу остаться. Просто остаться? Или дальше служить? Юсуп, сен әлі ештеңені түсінбедің ғой дейме? Қалада қырғын болып жатыр, беспредел. Біздің жігіттер Акимбатта, оборонада отыр. Ал сен мына жерде әркіммен төбелесіп жүрсің. Ага, лейтенант Мырза, ну а чего мы тогда тут? Кого охраняем? Что охраняем? Виноват. За мной. Есть. Бұл жерде қару-жарақ қоймасы бар. Маңызды объект. Ешқайда кетпейсің, осында тұрасың. Это приказ. Есть. В одной области объявлено чрезвычайное положение. Указом президента режим ЧП введен в Алматинской области. Ранее ограничения коснулись Алматы и Мангистауского региона. Между тем, Генпрокурора страны час назад сделал Конторский режим қашып қонтарды приказ кетті. Облыста менттер заңнялар тастап қашып кеткен. В частности, за неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, а также руководства забастовкой грозит до 2 лет лишения свободы. За распространение в условиях ЧП ложной информации от 3 до 7. Мен адамды жыл. Но жолда не сеп жүр? Білмеймін ғой. Лишением свободы до 12 лет. За нарушение правопорядка в условиях ЧП арест до 30 суток.
тез. Байқа адамдарды. Ақырын. Тез. Ақырын адамдар, уақыт кетпе. Байқа. Алло, мам? Не естіп жатсың ма жарылыстар да? Отыр ана. Срочно вокзалға кеттік. Қайда? Вокзалға. Қаладан кету керек. Қумаши, нормально бер. И так-то автобустамыз, автобусты айдап кетеміз, нормально. Сен қума, не істейсің автобуста? Чеки. Білер, үйдегілерге жаңа әрең хабарластым. Қалада отыр дейді, бүкіл выездың бәрі жабық. Кету керекті. Естідің ба, біле? Алыс бар заттар, срочно. Быстро. Кім бар мұнда? Түсінбедім на. Сендер кімсіңдер? Не істеп жүрсіңдер мұнда? Жігіттер! Мұнда қайта наркомандар жүр. Наркомандар, бля! Не болып жатыр мұны? Тиіспе маған. Қайда барасыз? Ұрыспа дедім оған. Бәріне кінәлі сенсің, сен! Не болып жатыр мұнда өзі? Жібер. Почтаға кетіп қалып, мама артынан барам деп телефон сөніп жатыр. Мам, ешқайда бармайсыз? Жібер. Өзім барып тауып алып келем, жібер дедім ғой. Мам, болды, қойшы. Сіз ана жақтан не болып жатқан білмейсіз ғой. Мам, мен барамда өзім алып келем. Бармайсың, Тимур. Ол жақта атыс болып жатыр, білесің ба? Оның несі басы екен? Тимур, бармайсың дедім. Тимур, балам. Тимур, тоқта дедім саған. Делать ничего не үшін шығып жатыр мыналар. Мыналардың бәрі біз сияқты адамдар, біз сияқты түсінесің ба сен? Біздер бейбіт шеруге шыққан адамдармыз. Бізге керегі әділ билік, солай емес пе? Біз өздеріміздің талаптарымызды айтайық. Жалақы өссін, біздің азаматтарымыздың несиесі жабылсын. Жемқорлықты жою керек. Жемқорлық болмайды. Әкімдер мен басшылар орнынан кетсін, отставкаға кетсін. Республика орнасын. Орнашы. Департамент жұмыс істейсің. Я атымен асығып тұрдым.
Қалай, тыңдаңдар. Міне бізге биліктің өкілі келіп тұр. Әкім қайда? Сен мына біздің халықтың талабын қолдайсың ба? Мына мемлекетімізде өзгерістер болсын ба, соны айтшы. Мына халыққа естіртіп айтшы. Өзгерістер болған қалай менде де? Жоқ, сен бар ғой. Қаттырақ айт. Мына халықтың бәрі еститіндей болып қаттырақ айтшы. Жоқ, ағайын, өзгерістер болған мен де қалаймын. Бірақ қазіргі болып жатқан жағдай дұрыс емес. Жоқ, қараңыздар. Мына қаланы қиратып, көліктерді өртеп жатқан ол. Ештеңені қинатпаңдар, сындырмаңдар. Аға дұрыс айтады. Барлықтарыңыз дұрыс шықтыңыздар. Барлығына қосылам, бірақ айналаға қараңыздар, көздеріңіз ашық. Қан төгілуі мүмкін, бәріміздің қанымыз, халқымыздың қаны. Қараңдар, акиматты басып алды. Жеттер. Гранаталар қалды ма? Қалған жоқ. Ой, неге өртеді? Мынау сұмдық қой. Біз мирный митингке шықтық қой. Шакал екен. Че, жігіттер? Жігіттер шығып кетті. Жүрміз каждыйына жем өп. Ешкім бізді адам орында көрмейтін ақ. Братан, не болып отыр?
Жігіттер, әділдік орнады. Енді билік жоқ. Қалағандарыңды жасаңдар. Естіңдер ме? Билік жоқ. Өзіміздікін алатын уақыт келіп жігіттер. Что сделаем? Что здесь есть? Кымашты! Сөгімар есташнаш! Не істейміз? Ашамыз ба? Ашу керек. Ашайық деймін. Больница емес, мұражай. Ашқанда немен көмектесесіз? Қалай? Жап-жас балалар ғой, көмектесу керек. Бұл музей ғой. Неше түрлі экспонаттар бар, өзің жақсы білесің. Ертең соның бәріне сен жауап бересің бе? Сен бе? Жоқ, мен жауап берем. Мен. Ертең осы үшін менің басым кетеді, неге түсінбейсің сен? Кешіріңдер. Бірақ ашпаймыз. Қайдағы экспонат? Адамның өмірі тұрғанда. Сотталып кетеміз. Шетімізден сотталып кетеміз ғой. Ты этого хочешь? Роза! Қайда кетті? Роза, тоқта деймін мен саған! Роза, ақпақ болма, тоқта деймін, қайда кеттің сен? Роза, ашпаш есікті көрсем! Роза! Қазір. Сюда. Алло, Айдос. Жоқ, музейдеміз. Я артқы есікпен кірдік. Сендер қайдасың? Жарайды. Не болды? Пошли отсюда. В смысле? Пошли отсюда, блядь! Жай! Тоқта! Қайда барсың мен, та? Сағдай? Не болды? Не болды? Қасан мен топпады? Тастасын. Өзің істікілер бар. Кім айтты қалса киім не? Мен саған айттым ғой, өзің істікілер де. Кет барды. Кет! Рахмет. Давай. Братан, больницаға апарып көр. Отыр. Огнестрельный ма? Брат, больницаға апар срочно. Давай, кет. Сен кімсің? Сен жүрсің? Ініміз Дөжін. Митикке шыққан ғой, негізі ол нервный. Нервный, не нервный, мұнда бәрін айырып жатыр.
Больницаны іздеп көрдің ба? Жоқ. Сол жақтан іздеп көр. Ладно, давай. Брат, сен қайда? Анда тағы адамдар бар. Стой! Кто идет? Стой, говорю! Ворота открывай! Ты чё, держись? Ты чё? Майка! Надо в паник позвонить! Связи нет, брат! Носилки кто-нибудь! Озверел! Люди, озверел! Айналайын. Балалар, сендер қайда келгендеріңді білесіңдер ма? Короче, Татешка, мына жерде басы кім? Охрана қайда? Охрана жоқ, біз өзіміз қараймыз. Солдат, курсанттар қайда? Қайда? Қандай курсанттар? Ешқандай көрген жоқпын. Өтірік, түптетпеші, нормально сұрап тұрып қой сен еде. Балам, мен шын айтып тұрмын, мен ешкімді көрген жоқпын. Осыдан өтірік болсын, тіліңді суырып алам, Әйел адамға қойсашы. Айналайын, бауырым, мен өтірік айтып тұрған жоқпын. Все, короче, апайка, ешкім нәрсеге тиіспейді. Успокойтесь. Бірақ біз мында қаламыз. Жылынамыз, база, короче. Хорошо? Короче, жігіттер, ешкім нәрсеге тиіспейді. Қаламыз, жылынамыз. Жарай ма? 501. По оперативной информации ДКНБ бросили город и сдали арсенал. Город защищаем только мы и полиция. Усилить защиту объекта. Как принял? Принял. Ауа райы да бұзылып кетті. Господин старший лейтенант, разрешите мне занять позицию на первой линии? Юсуп, мен саған айттым ғой, екінші линияда қал деп. Я хочу быть полезным. Дайте мне шанс. Шанс? Ну тогда пахтаю на позицию. Есть!
жігіттер, не болмасын? Аға, сыртта адам көп па? Аға, сыртта адам көп па деймін, айтыңызшы, аға. Аға, сыртта адам көп па? Айтыңызшы, шансты өлтіреді ғой қазір. Қойды. Жігіттер дайын. Ештер жиндар ма? Тұр. Жігіттер тұрыңдаршы. Бірден тұрыңыз. Қайдамыз. Ойнама. Өкематтамыз. Қайда біздікілер, қайда? Қайда біздікілер? Ойлама дейін. Тұр, сендердің жігіттерің біраз көз жұмды, біраз қашып кетті. Мен сендерді алшақтарды одан әреңдігін алып шықтым. Акиматтың ішін сыртын бәрін басып алған. Жағдай қиын жігіттер, жағдай қиын. Братан, көмектес. Өтіп. Братан, көмектес, өтіп. Братан, көмектес, өтінем. Көмектес, өтінем. Балашыға бар, братан, көмектес. Не істеватсың? Не істеватсың? Бля, сука, мент. Қайда әділдіктерің? Біз сендерге сеніп жүрсек. Қаны, имам басын оңын дәш кетпеген. Давай, ашайық мал. Ашайық, не істеп тұрсың, давай. Мына іште заттар. Давай, брат. Көмектесші, брат, мына іште заттар. Не істеп тұрсың? Кайф па? Стоять! Руки подняли. Первый. Они на втором. Ожидай. Попал. Красавчики. Легко сорвали. Короче. Сюда взять. Охрана! Кашись! Думаешь? Кашись! Пол! Охрана! Кашись! Пол!
Жақын, мына жақта ішімдік ішесің ба? Білә, біз мына билікті құлаттық. Сен қалай ішпейсің, мәш? Керек емес, нормально. Бал, іш. Где оставляй меня? Где оставляй меня? Мы вас всех найдем, суки. Говори! Закачай его, братан! Я не знаю! Говори, что ты на нашу сторону вперед! Сука! Я ничего не сделал, мужики! Я всех его убиваю, блядь! Я вас всех, блядь! Скот на него! Закачай его! Ну че, блядь? Может, теперь скажешь? Ну-ка. Как не надо было. Поступно. Ай. Шла. Жігіттер, сыртқа шыға алмаймыз. Далада сұмдық болып жатыр. Анда мирныйларда қалып қойды. Жас балалар. Неге ешқандай приказ жоқ? Подкрепление қайда? Походу, конторскийлар бәрі лақтырып кеткен сияқты. Армия ше? Армия қайда? Нені істейміз? Қаланы баспаса, дес болады. Қайда еттің? Қайда кеттің? Шықпа! Шықпа дейін! Кету керек бізге. Кете алмайсың дейін. Өртенеміз газ, бажы! Кете алмайсың дейін! Ұстамаса өлтірек! Бар ма басқа бұйық? Жоқ, осында қалу керек. Бар! Соғысы. Вроде шаги слышу.
Слышь? Может, скажем старшим, а? Дай рацию. Давай. 901 это 905 прием, как слышно? Прием. 901. Я слышал шум перед академией. Усилить наблюдение. Скоро наши подъедут. Будьте наготове. Бұл қайда? Кажется, наши, не? Точно наши. Имбар, твой. Открывай ворота, наши едут. Закрой ворота! Стой, наши еще едут. Бою! Огонь! Резервные позиции! Что за... Я понять не могу. Не знаю. Со мной. Живой целый? Да. Эй, бауыр. Мә, еркектер сияқты іш. О. Джеки! Ішкеннен кейін бар ғой, аристократтар сияқты вино ішу керек қой. Джеки! Давай! Что ты за конца? Давай! Давай! Кімсіңдер? Қазақпыз аға. Қазақ болсаң, неме чорт сияқты мына жерде тығылып отырсыңдар, а? Жүріңдер, менттарын көтін айырайық. Адам таптыңдар ма? Я нешесіңдер? Аға, біз өзіміз жүре берейік. Басылары bir ağa. Ağa, отыршы. Allah'ım!
Неге кіргізбей жатыр? Білмеймін, айтпады. Өздері білмейді бақыт шарасы. Жакуп, Памир бар ма? Жолдасбек бар ма, Жолдасбек? Жакуп, Памир. Сирадан бар ма? Айтыңыз, қайдан табамыз? Рашид! Рашид! Тездей! Bir alıp götürsün. Sen çek. Ben kalanları tamam. Götür.
тварь. Рыбамся, сука, блядь. Персикисами, сука, блядь. Ненавижу, блядь. Ненавижу. Сука! Сука, блядь! Сука! Сука, блядь! Ты кто такой? Өзің слышишь? Свой, говоришь? Сейчас проверим. Ой, бля. Че, рубашка ментовская? Нормальная рубашка, не ментовская. Просто рубашка. А что, 2 телефона? Ну-ка, держи. Ах ты, сука. Он же ментяра. Да не мент, ребята. Я не мент, клянусь, я не мент. Свои, ребята, отвечаю, бля. На, держи его! На, держи его! Держи его! Балам қайда? Осы жерге деп хабарласып қой, балам. Өзімді жақсы істейді. Иә. Балам тауып келші бар. Балам қайда? Абай, балам қайда? Өліме тіріме осы жерге. Тыныш. Тіріме балам? Айғайламаңыздар. Қазір баруға болмайды, өте қауіпті. Қайда? Бәрі жақсы. Дина. Бала тіріме балам. Алып кет деймін, Дина. Олар. Кім жаман? Кім ұрасты? Ешкім жоқ. Ешкім жоқ, өзің көрдің ғой. Өзің тексеріп шықтың ғой, астын бәрі. Ешкім жоқ. Қиратпаш дейін! Хайуан! Сен шақпайым деп уәде бердің ғой бағана. Уәден қайда? Неге? Айт деді ғой саған, айт деді ғой саған. Айт деді ғой саған, айтсай. Айт дейм. Айт. Айтсай. Айт деп отыр, айтсай. Кім дедіңіз? Жакупов, Амир. Жакупов. Сіз сәл сабыр етіңіз. Қазір табамыз. Кешіріңіз. Сабыр et бауырым.
Ол емес. Ол емес. Неукатный! Өмірімізге тауып көтті ғой! Жели, хотя бы қамчаға кетейікші, кәпір жүнді келе татып көте салатына! Құмаш, мал қалай кетеді? Сукаларды алып кетпеді, ашты алып үлгермеді, сука! Что там бар? Не істейміз? Мен білем қайда баратынымызды. Осында ма? Кіріңдер! Сұндырыңдар! Саған не керек өсі, а? Керегіңді алда құрым үйлерден. Бірақ мына қаршадай балаларға тиіспе. Сен біреуді өлтірмей тыңбайсың, ә? Ал! Менен баста. Қорқпа. Ұялма. Бәрі өзіміз. Al. Al.
Пожалуйста, у меня съезжается, ребята! Значит, все. Брат, пожалуйста, тише возьми! Бля, комбатрат, на сагат жопу застой, бля! Пожалуйста! Я каждый акша берем, у меня топ денег. Пожалуйста, брат. Экстеры, пожалуйста. Сука, блин. Господин Тарзин! Сука! Сука! Господин старший! Один помер. Складқа өткізіңдер. Вот. Вот так. Сейчас. Слушай мою команду. Ни в коем случае их нельзя допустить до склада. Трое на ту позицию. Двое остаются здесь. Трое за мной.
Arman! Arman! Çekil! Güzel! Arman! Arman! Gözünü сома! Вроде бы все стихло. Шума вообще не слышно. Сейчас я все проверю и поедем, хорошо? Ага. Ты же дверь не закрыл. Сейчас закрою, только не подходи к ним. Да ничего страшного, я сама... А мать, говорю, не подходи. Ты что творишь? Отпусти ее! Кирта, сука! Отпусти, я тебе говорю! Ты моя, ты Спокойся, спокойся! Ты только отпусти ее, она беременна! Я понял! Сейчас не задай! Сейчас. Спокойно. Все, только без этих. Открывай все. Открывай все. Че там у нас, сука, а? Это не баканов номера! Тандың ба? Не, айфон ішіндегі табарасы ма? Ма, где? Отпусти его! Отпусти, уходите отсюда, прошу вас! Уйди нафиг надо! Трогай, пожалуйста. Қазір ата салам. Не маған ештеңе болмайды да. Превозите. Пожалуйста. Умоляю. Сука. Не дейсің? Отпусти тебя. Естірмен! Я тебя умоляю, отпусти ее, пожалуйста. Я умоляю тебя, пожалуйста, не трогай ее. Я умоляю тебя. Пожалуйста, не трогай ее. Не трогай, пожалуйста. Пожалуйста, умоляю. Нужны деньги, до зарплаты еще далеко. Камбахта. Процентов кредитов. Кам? Деньги быстро. Кам? Деньги без дополнительных справок. И с любой кредитной историей. Нужно лишь твое удостоверение. 15 минут и ты вообще деньги быстро. Издеваться только было верить внимание. Деньги до зарплаты еще далеко. Ответка беру матинга. Процентов кредитов. Деньги быстро. Я, бля! Мен мақтымын! Уходи! Мен! Уходи! Уходите отсюда! Он алдың ба ат енді? Берите все и уходите отсюда! Отсай!
Есің дұрыс па? Я істемеген жерім жоқ қой сен, а? Қайт қойып. Кет қойшы вообще. Өлесің сен мұнда қалсаң боласың ба? Өлесің. Маман неге ойламайсың сен, а? Кет дейміз да, Тимур. Астанда. Провокацияға өлмейді. Жуки слабо. Успокойся. 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 Я! Успокойся. Сен мынаның арты не болатынын білмейсің. Пожалуйста, Амирскийге келші. Қорқасың сен билікке қарсы шығуға. Өйтіп қорқатын бір жатпайсың мені араласпай. Қайдағы билік? Айналаңа қарасыңшы. Бұлар мына сен сияқтыларды пайдаланып жатыр. Өзім білемін мен, араласпа. Біреу болсын бірдеңені өзгерту керек. Ештеңені өзгертпейсің. Бұл саған революция емес. Амирский, сен кімге не дәлелдегің келіп? Өзіме дәлелдегім келеді. Мен өзгерте аламын бірдеңені. Мен тупой емеспін. Бала емеспін мен саған. Амирский, болды. Мен сен ағамын. Айтылғандардың бәрін қорытындылай келе құрметті сот, Жакупов Амир Сегізбайұлын нөмір 272 баптың 2 бөлігінде көзделген қылмыстық әрекеттерді жасаған үшін кінәлі деп танып, және оған 8 жыл бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындауды сұраймын. Сөз айыпталушы Жакупов Амирге беріледі.
менің айтарым жоқ. Олай болса, айыптаушының адвокаты сөз сізге беріледі. Құрметті сот. Процестің құрметті қатысушылары. Менің қорғауымдағы Жакупов әмірге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 272 бабының 2 бөлігінде көзделген істің қаралуын аяқтадық. Менің қорғалушым тағылған айып бойынша өз қылмысын толық мойындады. Қателік жасағанын түсінді. Енді мен не айтайын? Әрине, жас балаға обал болды. Алданып қалғанын кеш ұқты. Ашығын айтсақ, сол күндерде адамдар түрлі себеппен қылмысқа ұрынды. Біреулер мәселенің байыбына бармай, дақпырттыққа сеніп, ашумен көшеге шықты. Енді біреулер дүрбелең кезінде дүкендерді тонап, пайда тауып қалғысы келді. Не болып жатқанын көруге барып арандап қалғандар да бар. Тағы біреулер таза қылмыстық пиғылмен барды. Түптеп келгенде, олардың бәрі билік үшін отанын сатқан опасыздардың қол шоқпарына айналды. Оны өздері де білген жоқ. Әрине, бүлікті ұйымдастырып, туған елін жарға жықпақшы болған қаскөйлер сазайын тартты. Ауыр жазаға кесілді. Қылмыскерлердің әділ жазасын алғанына жұрт шүкіршілік айтады. Тек темір торға қамалған жастардың тағдыры осылай болғаны өкінішті. Арандатушыларға ілесіп, алданып қалған жастарға обал болды. Жастардың білместігімен, қаскөйлердің қасақана жасаған қастандығының кесірінен мемлекетімізден айырылып қала жаздадық. Бұл қателікті тарих кешірмес еді. Құдайға шүкір, билік құлаған жоқ. Бірлігіміздің арқасында сын сағатта елдіктің туын берік ұстап, мемлекетімізді сақтап қалдық. Ең бастысы, біз осы оқиғадан тиісті қорытынды жасадық. Естен кетпес сабақ алдық. Тарихтың осы ащы сабағы еш ұмытылмайды. Кейінгі ұрпақтың да есінде сақталады. Сондықтан қаңтар қасіреті ешқашан қайталанбасын.